Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз Шымкенттеміз. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз жас маман агроном Айдана ханым. Шынымызды айтсақ, Айдана ханымды біз Instagram әлеуметтік желісінен Reels'тан көріп қалып, бірден байланысқа шығып Шымкентке келіп қалған жайымыз бар. Баршаңызға сәлем. Қазір менімен бірге сіздерді жылыжайда қойып жатқан құлпынайға тәжірибемді практика жүзінде көріп, бақылап қайтуға шақырамын. Олай болса, достар, кеттік, бірге тамашалайық. Тапсырған кезде математика, физика таңдағам. Маған өзіме сурет, өнер ұнайды, архитектор боламын деп жоспарладым. Бірақ өкінішке орай менде стресстің кесірінен бе, уайымның кесірінен бе математика мен физиканың орнын ауыстырып аламын. Мат сауаттылық, оқу сауаттылығы, тарих менде жақсы, бірақ екеуінің орнын ауыстырып қойғаннан кейін аналар менде минимальный. Мен грантқа да түсе алмаймын. Соны түсіндім, бірақ сол кезде отбасыма жақсы поддержка көрсетті. Мамам айтты, жүр сонда да барып көрейік, нелер болады ғой, универлер, нелер ашып тастайды, грантқа ярмарка болады ғой. Соны тапсыру кезінде біз мамам екеуміз қол ұстасып бардық. Менде көзінде қорқыныш, не істерімді білмеймін. Сол кезде маған көзіме бір колледж түсті, аграрный колледж. Өздері агитация активно жүргізді. Бізге енді керек емес, тест тапсырасың, егер тесттен өтетін болсаң, біздің колледжге грантқа түсуге мүмкіндік болады деді. Маған біз қалай айтсам болады, менен кейін бір жылдан кейін інім бітіру керек болатын, мен үшін грант өте маңызды болды сол кезде. Қандай мамандықтары бар деп сұрай бастағанда, соның арасында агрономия болды. Агрономияға енді оңтүстікте болғаннан кейін біз бала кезімізден кішкене болсын өзіміздің бір представленияларымыз, бір қалыптасқан көзқарастарымыз болады. Сол себептен агрономияны өзіме жақын тұттым да. Сөйтіп сол колледжға бардым, түстім. Аграр салаға енді бәрібір какой-то представление болғаннан кейін оқып жүрген кезде мен көп нәрсені түсіне бастадым. Сабақтарды өткен кезде өзімнің бұрын үйде жасап көрген, немесе поляларға, туысқандарымыз көргендерін бүйтіп елестету арқылы маған представлять было легче, оңай болды. И мұғалімдер де оны байқай бастады. Сол кезде Нұржан Сәбетовичтің айтқан бір сөзі бар, сенен мықты агрохимик шығады деп. Сол мүмкін сол кісінің аумин деді ма, қазір сол именно агрохимия жаққа қарай кетіп бара жатырмын. Қазір біз қайда бара жатырмыз, қандай тапсырыс беруші, қандай тапсырысы бар? Қазір біз сіздермен Сарыағаш ауданында құлпынайдың өнімділігіне осы схема питания дейді, соның әсері қалай болатындығын анықтау үшін тәжірибеге кетіп бара жатырмыз. Сәлеметсіз бе аға, қал жағдайыңыз қалай? Алдында айтқан сізге Go на ферму бағдарламасын жүргізуші Шалқар. Ассалаумағалейкум. Аға, енді жалпы сіздің кәсібіңізді көрсек, сол туралы жалпы немен айналысасыз, не өсіресіз, кәсібіңіз жайлы айтып кетсек, онда ішке барып көрейік, көрейік, кім ішке керек? Шын мәнісінде таныстарым арасында, туысқандарым арасында мамандығың кім десе, мен кішкене қысылатынмын, не айтарымды білмей, немесе кішкене мамандығымды өзгертіп айтатын, мен агрохимикпін деп, қалай ол деп, адамдар түсінбей қалады, болмаса фитосанитария деп. Это агрономияға жақын нәрселер, бірақ тура мен мамандығымды ашып айтпайтын. Неге мен олай жасамайтын, себебі менде қорқыныш болатын. Адамдар мені сөгет, не мамандық деген сияқты, ондайларды случайлар болды. Сен сонда агроном болып кетпесті көшеде жүресің ба, поляда қап-қара болып депші. Шынымен де осы прям мені триггерить ететін сол кездері кішкене қорқыныш болып. Ялу десем де дұрыс болатын шығар, бірақ ол кезде мен просто өзім мамандығымды толықтай түсінбегендігімнен болды деп ойлаймын. Ал қазір егер менен адамдар сұраса, қорықпай, сенімді түрде агрономмын деп айтатын болып, мен соңғы кезде соны өзімен байқадым. И ең бірінші сол нәрсені байқағанымда мен өте қуанышты болдым. Аға, жалпы енді кәсібіңіз жайлы айтып кетсеңіз, не өсіресіз біздің көрерменге бір толықтай? Біз құлпынай саласында қазір істеп жатырмыз, Құдайға шүкір, жақсы болып жатыр. Енді 4-ші жыл болып жатыр егіп жатқанымызға. Одан кейін бұл Қазақстанда дамымаған ягоды, малина, құлпынай, нижевика деген нәрсе жақсы дамымаған Қазақстанда. Одан кейін осыны соны тәжірибеге өткізіп, қазір Құдайға шүкір жақсы болып жатыр.
ертең Құдай қаласа осы күзде гидропоникаға өтсек пайда болады. Гидропоникада біріншіден мынандай шөп басып жата бермейді, асты таза тұрады. Кейін гидропоникада өнім молырақ болады. Қыс ауасында да шығаруға мүмкіншілік бар. Себебі мына қазір қыс ауасында шығару үшін мынаған біраз қаражат керек болады, мына жерді жылыту үшін, оған көмір жағу керек болады. Аны аз-маз көмірмен, вентилятормен, ауаменен айландырып, мол өнім алуға, неға еңбек қылуға, соған тырысып жатырмыз. Соған Құдай қаласа сол Айдын қарындасымызды осы гидропоника жағынан оқыған бар, білімі бар, соны шақырғанбыз, соған осыны істесек деп. Соған Құдай қаласа осы гидропониканы август айында егеміз. Агроном мамандығы кім, ол қалай деген кезде мен адамдарға түсіндіру үшін общий медицина бар деп мысалға келтіремін. Жалпы медицина, ол жерде сіз қалай айтсам болады, белгілі бір жерге дейін лор, стоматолог, терапевт, психологтар барлығы бірге оқиды, кейіннен өздерінің бағыттарына қарай олар бөлінеді. Мен агрономияны тура солай түсіндіруге тырысам адамдарға. Біз ол жерде өсімдіктердің фитопатологиясын оқимыз, тұқымтану және селекцияны оқимыз, жалпы өсімдік шаруашылығын, жеміс көкөніс шаруашылығын, соның барлығын оқимыз, кейіннен траекторияға қарай бөлінеміз. технологияларды қолданып, сіздің бір жасаған тәжірибеңіз жайлы айтып кетсеңіз, және оның бір осы өнімділікке қандай әсері болып жатыр? Менің қазір енді өзім мамандығыммен жұмыс істеп жатқаныма 4 ай шамасында болып қалды. Бір қатты көп современный технологияларды пайдаланамын деп айта алмаймын. Бірақ менің жұмыс жасап көргім келетін технологиялар бар еді. Ол мысалға қашықтықтан зондтау деп аталынады, орысша дистанционное зондирование. Осы технологиямен жұмыс істеп көру маған қызық болады. Себебі бұл технологияда қазіргі современный нәрселерді барынша пайдаланасың. Спутниктердің түсіруі секілді, өзін ат айтып тұр ғой, қашықтықтан зондирование деп. Өсімдіктердің денсаулықтары қандай күйде екендігін, қандай состоянияда екендігін, соның барлығын жаңағы спутник арқылы түсіріп, анализировать етуге көмектеседі. Егер мүмкіндіктер болса, осы технологиямен жұмыс жасағым келеді. Сәлем достар! Айтпақшы, бұл шығарылым тәуелсіздік ұрпақтары гранты аясында жүргізіліп жатыр. Назарыңызға рахмет, әрі қарай жалғастырайық. Жалпы тағамымызды дұрыс тамақтану бағытын дұрыстап жатырмыз ғой, өмірімізге енгізіп, сол енді қазір генетикалық түрлендірілген тағамдар дейміз ғой, ГМО. Солардың жалпы көкөністердегі жаңағы қолдан жасалған осы ГМО пайдаланылған өсімдік болсын, көкөніс жеміс-жидектердің жалпы адам ағзасына тигізетін зияны қандай, сол туралы кішкене бір ақпарат беріп кетсек біздің көрермендерге. Мен енді ауыл шаруашылығы маманы болғандықтан агрономия жағынан айтатын болсам, ГМО-ның ауыл шаруашылығына тигізетін пайдалары бар. Мысалға келтіріп нақты айтатын болсам, өсімдіктердің өнімділігін арттыруға көмектеседі, ауруларға және зиянкестерге төзімдірек ете алады, генный уровеньде біз оларға нелер жасайтын болсақ, өзгерістер. Ал адамның ағзасына, жануарлардың ағзасына байланысты қатысты айтатын болсам, бұл туралы мен де ізденіп оқыған болатын, нақты адамның ағзасына зиян тигізеді деген официальный заявлениялар жоқ. Бірақ мен білуімше көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда, егерде сол ГМО-ның зияны жоқ деген сертификаттар болатын болса, онда оларды пайдалануға рұқсат етілген. Ал енді сол ГМО-ны бір халыққа қарапайым тілмен, түсінікті тілмен айтып кетсек, жалпы ол жерде өсімдік өсіру барысында не пайдаланады, яғни қандай бір тыңайтқыштары бар ма, химикаттар ғой, сондықтан ГМО дегеніміз? Жоқ, ГМО дегеніміз бұл геномодифицированный организм деген сөз. Яғни біз оларға генный уровеньде ДНК-сын өзгерту арқылы біз өзімізге қажетті бір қасиетін, өсімдіктің қасиеттерін алу үшін генный уровеньде өзгертулер, ДНК-сына өзгертулер енгізу. Ол химикаттарға нелерге енгізген өсіру кезінде деген сияқты нәрселер жоқ. Яғни оны бір қолдан жасап, яғни өзгерту, оны генный инженерия саласындағы жұмыс істейтін адамдар айналысады, агрономияда селекционерлер жасайды. Яғни жаңа айтып тұрмын ғой, өсімдіктердің ДНК-сына, мысалға нуклеотидтер барлығымыз білеміз, солардың ауыстыру, өзгертуіне қарай жаңа нелер жасап шығарулары, сорттарды, өсімдіктерді деген секілді. Мысалға көптеген жемістерді біз өсірген кезде теплицадан, особенно жылыжайлардан алынған көкөністерге адамдар нитраттары тым көп, химия, оның барлығы сплошная химия деп
деп айтады ғой, солай қорқыныштары бар. Бұл жерде мен айтқым келеді, нитраттар олар суда тез еритін тұздар, соли дейді ғой. Сол себептен де мысалға бір көкөністі тұтынар алдын егер қорқынышыңыз болатын болса, бір 10 минутқа шамамен суға салып қоятын болсаңыздар, нитраттар толықтай еріп кетеді. Қорықпай пайдалансаңыз болады. Бұл кішігірім лайфхак, таза табиғи өнім жегім келеді, безопасный деген адамдарға. Иә, шынымен қазіргі таңда адамдар арасында бір стереотип қалыптасып кеткен ғой да. Әсіресе біздің жалпы қазақ ұлтында теплицадағы, жылыжайдағы, яғни өсімдіктер болсын, көкөністер болсын, бау-бақшадағы өзіміз өсірген көкөністерден қарағанда сапасы сәл төмендеу, су татиды деген бір сондай адамдарда бір ой қалыптасып қалған ғой. Сол жағынан бір айтып кетсеңіз, қандай айырмашылық бар? Шынымен де сол біліне ме? Яғни адамдардың арасында жүргеннен кейін, агроном болғаннан кейін бұл сұрақты жиі естимін. Жылыжайда өсірілетін өсімдіктерменен кәдімгі ашық жерде өсірілген өсімдіктердің айырмашылығы қандай болады, қайсы пайдалырақ деген секілді. Шын мәнісінде айтқым келеді, жылыжайдағы менен ашық даладағы өсірілген өсімдіктердің қатты бір айырмашылығы жоқ. Біз в основном овощи дейді, жемістерді, көкөністерменен жаңағы жасыл өсімдіктерді клетчатка үшін пайдаланамыз. Екеуі де сол себептен де адамға пайдалы, екеуі де пищевой волокна деген түсінік бар, тағамдық талшықтар деген. Сол себептен де екеуі де бірдей пайдалы. Дегенмен жылыжайда өсірілгеннен кейін оған біз максималды түрде қолайлы жағдай туындатқызамыз ғой өсімдікке. Сол себептен де олардың бір тағамдық дәмдерінде бір айырмашылық болуы мүмкін. Бірақ пайдалылық жағынан айырмашылықтары жоқ. Яғни құрамы ешқандай табиғи өзіміз бау-бақшада еккеннен қарағанда ешқандай айырмашылық жоқ, иә? Құрамы жақтарынан ондай айырмашылықтар болмайды, екеуі де адамға пайдалы. Жалпы сіз өсірген өсімдіктердің ішінде бір ең ерекше немесе экзотикалық мүмкін сіз өсіргіңіз келетін, не болмаса енді қазір енді бастап жатырсыз, жалпы мамандығыңызды, кәсібіңізді өсіргіңіз келетін бір экзотикалық өсімдіктер, ерекше өсімдік туралы айтып кетсеңіз. Сіздің сұрағыңызды тыңдап тұрып, менің ойыма бірінші авокадо келіп тұр. Авокадо қазір көптеген дүкендерде, инстаграмдарда көп көреміз ғой, ПП деген сияқты ше. Және енді менің қасымда жүретін әпкемнің де авокадоға үлкен қызығушылықтары бар. Сосын Сарыағаш өңірінде осы жылыжайда лимондарды өсіреді деген осы нені көрген болатын ютубтан шығарылымды. Сол кезде маған ой келді, авокадоны өсіруге бола ма екен деген секілді. Более тропический жеміс болғандықтан қалай болатындығын білмеймін, бірақ егер де мүмкіндік болса, осы именно авокадо жемісін өсіріп көргім келер еді. Агрономияға, жерге жан ашитын даже мамандар өте аз деп айтар едім. Барлығының алдында планка бар, 1 гектардан 30 центнер алу, или 30 тонна алу да. Бірақ жердің құрылымы не болып жатыр, құрамы не болып жатыр, оны көбісі ойлана бермейді. Мысалға, ауыспалы егіс деген бар. Өте маңызды нәрсе, иә. Алған нелеріңді қайтару, жаңа айттым, агрономияның заңдары бар. Соны көбісі ескеруді ұмытып кетеді. Мен көп шаруалармен жұмыс істедім деп айтпаймын, бірақ Павлодарда оқығаннан кейін көптеген хозяйстволарменен енді практика кезінде барып жүрген кезде көрдім. Мысалға тағы атын айтпай қояйын, бір шаруа қожалық бар, сода практикада болдым. Картоптардың бар ауру, сақталу мерзімдері өте аз. Енді сол жердегі агрономмен сөйлесіп, сұрақтар қойып, өзім қызығушылықта танытып жүрдім. Сол жерден түйгенім, олар себа-оборот мүлдем сақтамайды. Бір жерге картопты еге береді. Ал бір дақылды бір жерге еге берген кейін ол жерге ауру түседі. Ол жерге сол дақылға қажетті элементтер азаяды. Сосын олар тағы да бір жаңа заңдардың бірі, ол тұқым алмастыру заңы. Олар бір сортты 3-4 жыл қатарынан егеді. Негізінен тұқымды ауыстырып тұру қажет. Сондай сияқты нәрселерді ескермейді, көбісі ақшаны, пайданы ойлайды. Оларды да түсінуге болады. Олар целый бір ауылды, былайша айтқанда, кормить етіп отыр, азықтандырып отыр, жұмыспен қамтамасыз етіп отыр, айлығын беріп отыр. Көптеген фермалар, мысалға солтүстікте барған болсаңыз, бір ауылды толықтай қамтамасыз етіп отыр. Әрдайым ескеру керек, әрдайым баланс болу керек. Максимум, минимум, оптимум заңы бар, заңдардың бірі. Көп беруге болмайды. Мысалы, адам біз көп жесек ауырсынамыз ғой, өсімдіктер тура солай. Аз жесек қарнымыз ашады, тоже анемия болуы мүмкін, не болуы мүмкін. Сол үшін всегда оптимумды беру керек, оптимальны, көп аз бермеу керек. Одан кейін кері қайтару заңы бар. Біз жерден алған нәрсемізді, оған благодарность ретінде соны қайтарып беруіміз керек. Себебі ол өзінің құнарсыздандырмауымыз керек, оның құнарлығын сақтауымыз керек. Одан кейін тұқым алмастыру заңы бар. Жаңа айттым ғой, бір жерге дақылдарды өсіргеннен кейін оның тұқымын міндетті түрде алмастырып отыру керек. Себебі
аурулар болсын, зиянкестер болсын, тағы басқа нәрселер бар. Осы заңдарға жалпы кез келген агроном жұмыс істегенде осы агрономияның негізгі заңдарына сүйеніп жұмыс атқару керек. Сонда біз өзімізге қажетті өнімді де аламыз, жерге де кішкене қамқорлығымызды көрсетеміз. Және бәріміз айтамыз ғой, келер ұрпақ дейміз. Сол өзімізден кейінгі адамдарға оны барынша жақсы күйінде қалдыра аламыз. Айдан, жалпы өзіңіздің оқу барысында жаңа айтып қалдыңыз, менде мынандай сұрақ туындап тұр. Әдеби, кәсіби осы агрономия саласында әдебиеттен тапшылық болды ма? Қандай жалпы сіздер оқулықты пайдаландыңыздар, жалпы оқу барысы қалай жүзеге асты сіздерде? Бізде қазақ тілінде кітаптар әрине болатын. Мысалға біз Әріновтың кітаптарымен көбінесе жұмыс істейтінбіз. Бірақ көпшілік кітаптар, қазақ тіліндегі әдебиеттер орыс тілінің аудармасы болып келетін. Сол себептен де олардың бізге мағынасын түсіну қиын болатын. Себебі сөздердің ретінің дұрыс орналаспауы, немесе сөйлемдердің кейде мағыналарының үйлеспеуі деген сияқты. Сол себептен біз көбінесе өзіміз орыс тіліндегі шығармаларды оқып, топпен болсын, қыздар арасында бөлісіп болсын, қазақ тіліне аударып, бір-біріміздің арамызда талқылап түсінуге тырысатынбыз. Және тағы да бір қиындықтар туғызатын сәттер болды оқу барысында. Жаңағы әрбір тақырыпты өткеннен кейін соны бекіту үшін бізде мұғалімдер тесттер алатын, бақылау ашық сұрақтар болатын. Олардың да көбісі орыс тілінен аударма болып келетін. Сол кезде бізде қиындықтар болатын, сол сұрақтарға жауап беруге. Себебі мағынасын түсінбеген сұрақтың біз жауабын жазу өте қиын. Қандай бір қосарыңыз болар еді жалпы біздің осы ауыл шаруашылық мамандықтарын дайындауда, немесе осы әсіресе сіздің мамандық агрономдар дайындауда, мүмкін қазіргі таңда сізде мүмкін пайда болған бір ойды айтып кетсеңіз, осындай жерін өзгертсем, осындай мәселен қоссақ, біздің жалпы агрономия саласында білім беру дамитын еді деген сияқты. Жаңағы сұрақпен бұл кішкене байланысты болып қалайын деп тұр. Себебі айтып тұрмын ғой, орыс тілінің аудармасы болатын деп кітаптар, көбінесе олар КСРО, СССР кезінде кітаптар жазылған кітаптар болатын. Және ол жердегі техникалар мысалға МТЗ, ДТ сияқты тракторларды мысалға келтіріп, сол СССР кезіндегі агрегаттарды мысалға келтіріліп жазылған болатын. Ал қазір ондай техникаменен шаруалар пайдаланбайды. Көбінесе жаңағы Джон Дир сияқты соңғы шыққан тракторларды пайдаланады. Ал біз сол кітап бойынша оқығаннан кейін бетпе-бет сол жұмысқа келген кезде түсініспеушіліктер болып жатады. Себебі құрылыстары, жұмыс істеу принциптері кішкене бір-бірінен айырмашылық болады. Сол литература, әдебиеттерді қазіргі заманға сай қылып өзгертсе, жаңағы студенттерге де түсінуге, ары қарай жұмыстан өзінің карьерасын бастап кетуге оңай болар еді деп ойлаймын. Мысалға Қытай. Ол жерде барлығымыз білеміз, население, халық өте көп. Олар бізден жаңағы өнімдердің барлығын алуға дайын. Бірақ бізде жаңа фитосанитарный инспекция жұмыс жасайды, бірақ сонда да бір улучшениялар керек деп ойлаймын. Қаптардың фасовкасы бізде көбісі не істейді? Вагондарға үйіп салып бере салады. Или 50 килограммдық қаптарға жуылған болсын, нелерді жібере салады қаптарды. Олар ондайды алғысы келмейді. Қытайдың фитосанитарный инспекциясы өте қатты жақсы жұмыс істейді. Олар айтады, сендер таза, әдемі 5 килограммдық фасовкалар жасаңдар, сапасын жақсартыңдар, біз сендерден алуға дайынбыз. Мен өзім сондай бір кісілермен сөйлестім, олар бізден арпа, бидай, Павлодар облысынан алып кетті. Бұлай қарап тұрсам, бұл біздің экономикамызға тікелей әсері бар ғой. Біздің Қазақстанның жаңағы климаты арпа, бидай сияқты нелерді өсіруге өте қолайлы. Көкөніс Павлодар облысында картоп, сәбіз сияқтылар көп өсіреді. Соның барлығын экспорттасақ өте жақсы емес пе? Ол біздің жаңа шаруалардың кеңеюіне, агрономдардың жалақысының өсуіне, яғни оған мамандардың қызығуына алып келеді. Бұның барлығы бір-бірімен өте байланысты. Бізде сөккендей болып қалам, ауыл шаруашылығы министрлігі өте кеш қимылдайтын сияқты, баяу қимылдайтын сияқты мен үшін. Бір контрольда онша ұстамайды. Бізде солтүстіктен ірі алпауыт холдингтар бар. Мен өзім бір досым сол жерде жұмыс істеді. Қаншалықты олар сол жерге игеруге күштері жетеді. Әр районда олардың өздерінің агрономдар бар, мен білуімше. Бірақ жаңа 9 заң деп айттым, қайтару керек, несі керек, оның барлығын жасауға күштері жетпейді олардың, өкінішке орай. Чисто химияменен құнарлықты сақтап қалу мүмкін емес. Органика қажет. Екеуінің негізі балансы болса жақсы, органика и химия. Бізде сосын Қанапиянов профессорымыз, Құдайберген Ешімович көп айтатын, мен Европада көп қалаларды араладым дейді. Ол жерлерде бір фермерге 5000 гектардан артық жер бермейді дейді. Неге? Себебі ол жердің олар құнарлығына отчет береді.
отчет береді. Жерден алғанды өніміне сай жерге қайтарған несін бойынша там фиксациялар болады, құнарлығын тексереді. Жалпы енді бізде қазір Қазақстан бойынша, статистика бойынша 40%-дан астам адам өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Енді сізден бірден байқандық, кешеден бері, бүгіннен бері көзіңізден отыңыз жанып тұр, мамандығыңыз сүйеді екенсіз. Жалпы неліктен өз мамандығыңызды осылай жақсы көресіз? Мамандығымның маған беретін мүмкіндіктеріне өте алғысым шексіз. Себебі өте гибкий деп айтсам болады мамандығымды. Офиста отырып та жұмыс істеуге болады, шаруа қожалықтарында жұмыс істеп, егінменен, өсімдіктермен тікелей жұмыс жасауға болады. Табиғаттан ләззат алып, өсімдіктің бүкіл өсу кезіндегі вегетациялық бүкіл кезеңін көріп, бұл да бір керемет құбылыстар ғой, соның барлығын көруге деген мүмкіндіктер береді. Және сонымен қатар айтатын едім, мен өзім саяхаттағанды қатты жақсы көретін адаммын. Агроном болатын болсаң, бір-біріменен тәжірибелеріңді алмасу мақсатында көптеген конференцияларға, форумдарға қатысасың, шаруа қожалықтарына өсімдіктердің қандай күйде болып тұрғандығын білу үшін жиі жолдай боласың. Сол себептен де бір осындай бонустары үшін өзіме бір жүрегіме бір жылулық беретін үшін мамандығымды өте қатты жақсы көремін. Болашақта Алла бұйыртса өзімнің кәсібімді бастағым келеді. Барынша көп тәжірибе жинап, адамдармен соны бөліскім келеді. Өзімнің кішігірім тағы бір арманым, ол осы бір жеткілікті түрде маман ретінде қалыптасып, тәжірибелер жинағаннан кейін студенттерге сабақ беріп, профессор болып университетте сол біліміммен бөліскім келеді. Бұл менің бір арманым. Алла бұйыртса соны орындаймын деген ниеттемін. Мамандыққа дұрыс келгенімді түсініп жатырмын. Себебі басқа жұмыстарда жұмыс істейтін болсам деген сияқты елестете алмаймын өзімді. Егінмен жұмыс істегенде, өсімдіктермен жұмыс істегенде бір жаным рахаттанатын, ләззат алатынын түсіндім. Өте керек нәрсе ғой. Жер ол барлығымызға керек. Нан біздің жеп отқанымыз ол барлығымызға керек. Ал оның сапалы болуы, бар болуы ол тікелей агрономға байланысты. Сол себептен де біз агрономдарға деген көзқарасты адамдар өзгертсе деген ниетім бар. Егер Алла бұйырса, соны өзімнің мысалыммен көрсетіп, кейбір стереотиптерді бұза алсам, бір күшті сезім болар еді, бір мақтаныш болар еді мен үшін.